кейде комментарийіңізді оқып қаламын, мен Құдайым өзі кешірсін. Анда негатив комментарийларға қалай шыдайсыздар? Бір күні негатив комментарий жазады, біреу боқтап бәлен түгген боқтайды да. Сосын мен оған бүйтемін ғой. Дайректіне кірем де, бауырым, ассалаумағалейкум. Құттықтаймын, сен менің инстаграмымнан 50 000 теңге ақша ұтып алдың. Каспиен жіберші деймін ғой. Мә аға, ассалаумағалейкум. Сөйтіп, Ассалаумағалейкум аға дейді, Каспиен жібереді ғой. Мен айтамын да, бауырым, ұялмайсың ба деймін ғой. Мә аға, просто мен сіз деген маған жауап бермейтін шығар деп ойлап едім дейді. Мен айтамын ғой, анау комментарийға жазып жатсың, дайректке жазсаң жақсы, комментарийге ұят емес па? Әкең көреді, анаң көреді, сонда сен қалай бұл, мен не істеп қойдым, иә. Біздің біреулер көреді, аға кешіріңізші деп, мен кешірім, содан кейін, олар, значит, просто жазатын болып тұр ғой. Дедім де, кейін қазір Аллаға мыңда бір шүкір, вообще мән бермеймін. Не жазса да мән бермеймін. Қазіргі таңда әбден ана етімізге сіңіп кетті, қанымызға сіңіп кетті ол нәрсе. Шүкір. Жай сөз ғой. Жай сөз деп қабылдаймын. Біреу боқтаса да не істесе, внимание жетпей жатқан шығар. Мен просто бұған келуіме себеп болған, мен көшеде көп жүремін ғой. Кеше қажылықта жүрдім деген сияқты. Халық алдында, базарда да жүремін, мен Байсатта да жүремін, любой жерде жүремін. Мен бетіме келіп, сен бәлеңсің, түгелсің деп ешкім айтпаған. айта алмайды. Ешкім айтпаған. Өмірімде ешкім айтып көрмеген. Сен мына істеген дұрыс емес, сен мына істеген мынау анау не салып отқан ешкім айтпаған. Керісінше суретке түседі, керісінше рахмет айтады, керісінше жақсы тілегін айтып жібереді, дұғасын айтады. Балалы бол, балам деп үлкен кісілер. Онда неге мен біреудің жазған, печать еткен 8 әріпіне настроение түсіріп, түңілуім керек? Иә. Енді соның ішінде, енді сәл осыған келуіме, осы нәрсеге, осындай түсінікке келуіме себеп болған бір комментарий. Бір пост салам. Сен екі қатының болды. Біреуін туғыз алмадың ғой. Деген комментарий бар ғой. Аным шығып кете болды ғой. Өмір сүргім келмей қалды ана комментарий. Не деген қатыгездік деймін де, ана адамның бойында қандай негатив болу керек, ондай комментарийді адамға жас бала жазып отырған. Мен даттап оған ренжігенім бар ғой, соншалықты ызаланып кетіп, инстаграмды удалить етсем кетіп бар ғой. Көп кетейін бір 2-3 күн бар ғой, анау жібермей жүрді мені бар ғой. Себебі біз ер адам үшін ол үлкен, ол менің басымда не жағдай болып отқанын ол білмейді. Алланың сондай мен өмірімде сынағы болып отырған, ол білмейді, ол сынақ екен. Ол ертең өзіне, ладно өзі дұрыс, баласына келіп қалуы мүмкін екен, ол түсініп тұрған жоқ ол адам. Маған сол комментарий ауыр тиді. И маған сол комментарийді ең кешіру қиын болған сол комментарий болған шығар.